Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді мейрамханадағыдай мифән немесе кәнфән тамағын бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі ет, пекин капустасы, петрушка, болгар бұрышы, чеснок және де пияз, имбир керек болады. Ең бірінші етімізді жұқалап, жақсылап турап аламыз. Мінекей етімізді бір келке етіп турап алдық. Келесі капустамызды тураймыз. Капустамызды аламыз да осылай жалпақтап, осылай жонып тураймыз. Жұқа болуы керек, осындай жалпақ күйінде өте дәмді болады. Келесі болгар бұрышын тураймыз. Болгар бұрышын осылай ұзыншақтап, жіңішкелеп, барлығын бір келке етіп турап шығамыз. Келесі петрушкамызды да тура осылай ұзыншақтап, кесек-кесек етіп тураймыз. Байқағандарыңыздай барлық көкөністеріміз ірілеу, барлығы бірдей көлемде болады. Тура осылай келесі пиязымызды тураймыз. Чеснок пен имбирімізді майдалап ұсақтап тураймыз. Осылай барлық көкөністерімізді жуып тазалап, турап болғаннан кейін күрішімізді жуып, ыстық суда қайнатамыз. Келесі көкөністерімізді қуыруға көшеміз. Ең бірінші қызып тұрған майға жаңа турап алған етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Мінекей қуырылып жатқан етіміздің үстіне чесногымыз бен имбирімізді қосып қуырамыз. Бұл ерекше дәммен ес береді. Келесі пиязымызды да қосамыз және осының үстіне томатный пастамызды қосып жақсылап араластырамыз. Қуырылған етіміз бен пиязымыздың үстіне капустамызды қосып араластырып, сәл қуырып аламыз. Капустамыз сәл қуырылғаннан кейін үстіне петрушкамызды қосып бірге қуырамыз. Үстіне жаңағы ұзыншалықтап тураған болгар бұрышын ең соңынан қосамыз тура осылай. Қақпағын жауып, тұзын салып, суын құйғаннан кейін бір 10-15 минутқа баяу отта бұқтырамыз. Он 15 минуттан кейін дайын болады. Негізі пекин капустасы тез піседі. Мінекей біздің дайындаған кәнфәніміз дайын болды. Күрішіміз де пісті. Мінекей иісі де сондай керемет және де балғын мифәніміз дайын болды. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.